Сен өзің дәлелде кейін маған айтасың. Жоқ, менде тансық болып жатыр ғой. Жоқ, қарашы, Жанболат. Жоқ, қара, Жанболат. Менде тансық болып жатыр қазір. Алдағы уақытта шығам. Сол кезде көресің, не болған айтамыз сол кезде. Қазір сен ортадасың да, бірді қабылда, сәл сарапта, ойлан. Просто мен түсінбей жатырмын да, Іңкәр ханым болып жатыр. Алдында Аида келген кезде кәдімгідей ең алғашқы бір көрген бір күшті бір сәтіңді көргендей, андай бала сияқты қуанып билегенің әлі көз алдында тұр да. Мен осы жүргізіп сөйткенім бар, осы өзім көзім көз алдында тұр. Одан соң бүгін Аделя шығып жатыр. Түсінбей қалып жатыр. Бір адамға тоқталсаң, болды, Аделяны қызғанып қалдың ба сен? Ау? Аделяны қызғанып қалдың. Жоқ, қара енді. Аделямен арамызда еш нәрсе жоқ деп точкасын қойып айта аламын. Біз сол стримда ғана көрісіп қалдық. Одан кейін арамызда арамызда бір кішкене дүниелер болды. Ол дүниені біз жеке қылып шығып жаза саламыз деп айтқан болатынбыз. Bir алып баратқан вау дейтіндей әңгіме емес енді ол. Бір кісіні күтіп алайық деп жазған болатын бұл кісіге. Бұл басқа ешқандай тақырып болған жоқ біздің арамызда. Сонымен біздің әңгімеміз бітіп қалды. Жоқ. Жанболат бауырым, қарашы мынандай нәрсе. Мен саған просто алдағы уақытта өзіңе азық болсын деп жатырмын. Алдында біз сыртта әдемі аккуратно сөйлесіп алдық, хорошо? И мен Аделяны қызғанатындай не істеймін бауырсақам? Қандай ретімде жоқ оны қызғанатын? Оның таныстығы болып жатыр, мен таныстығым болып жатыр. Просто енді 3-4 адам аталып кеткеннен кейін бір ат аталсын деген сияқты әңгіме ғой. Үшеуінің де атын өшіріп тастайық. Балауса ханым. Үшеуінің де атын өшіріп тастайық деп қояды. Жанболат, не болды? Неге ренжіп отырсыз? Енді шынымен ғой, біресе Аида дейді, біресе біреуін айтсаңдаршы дейсіз. Соны айтамын ғой, бір конкретно бір точка болса, бір позицияларын ұстап алыңдар, сонымен до конца барып бір жеткізсеңдер түсінемін да. Жоқ, ананы бір айтып, мынаны бір айтып, майда дүниелерді алып келе береді. Жанболат, сен точкасын қоятын, өзіңсің ғой бұл жерде. Сен точкасын қойып отырмын осы жерде. Өзің қой да, өзің шеш осы нәрсенің бәрін. Бұл жерде біз пікір айтамыз тек қана, сен дәлелдейсің, көрсетесің. Мен өзімнің жауабымды айтып жатырмын. Ол жауапты қабылдамай отқан мына сендер, мен емес. Біздің қатысымыз жоқ сен жеке өміріңде. Жанболат, сен түсінсейші сен. Сен өзің отношениеңді өзің жаса. Жақсы, Абылайхан, басылыңыз. Балауса ханым. Жанболат. Сонымен, Іңкәрдің де атын өшіреміз бе онда? Не болып жүрсіз? Үш қыздың да атын айта алмасын деп жатсыз. Таныстық қалай болады? Біздің таныстық тоқтайды, Балауса ханым. Ол туралы. Осы кезде айта кетейінші, таныстық бір апта бұрын тоқтаған бізде. Біз екеуміз өз арамызда келіскен болатынбыз. Дос болып қаламыз болды. Одан артық еш нәрсе көрмеймін мен. Іңкәрдің өзімен. Басынан айтпайсыздар ма? Таныстық тоқтап қалған, бір апта бұрын сөйлесіп қойдық деп. Қызыл кеңірдек болып отырмыз ма жерде? Балауса ханым, осы жерде қосыла кетсе бола ма? Қазір жігіттер, қыздар, онда таныстық тоқтаса, онда Іңкәрді көп ұстамайық. Сөйтейікші. Іңкәр, енді рахмет сізге. Әрине, түсініп тұрмын. Негізі сіздерде. Мен осы жерде бірдеңке айтып кетейін. Айта қойыңыз. Ақыры таныстық тоқтады. Мынау нағыз алан деп айта аламын ғой, таныстық аланы. Бір адамда ойым бар еді. Ойыңызда бір адам бар. Ол кісі қабылдай ма, қабылдамай ма білмеймін, әрине, бірақ сонымен таныстық. Тоқтай тұрыңыз, ендеше Жанболат. Айта кетейін, ең соңғы. Сіз жайғасаңыз. Қайта соңғы сөзімді айтып кетсем де. Иә. Іңкәр таныстығымды қабылдағаның үшін үлкен рахмет. Ренжіп болған жерлерім болса, сенен кешірім сұраймын. Бізде реніш жоқ деп ойлаймын. Мен жоқ. Рахмет бәрі. Бәрі жақсы болды ма сонымен? Екеуіңіздің ашуларыңыз шай орамал кепкенше екен. Жайғасыңыз. Іңкәр, тыңдап тұрмыз. Осы жерде енді нағыз алан, таныстық аланы деген өзінің жұбынды тапқым келеді ғой. Соған мен сол кісі ма деп ойлап жүргенім бар. Алдыңғы эфирден кейін ойым сол адамға бөлініп жүр. Негізі ойыңыз сол адамға бөлініп жүр. Сырттай бақылап жүрген шығарсыз. Есімін айта қойыңыз, иә? Үміткер жоқ деп ойлаймыз. Ода жоқ, үміткер. Үміткер жоқ. Білмеймін, қабылдай ма, қабылдамай ма. Айта қойыңыз. Жәнібек. Жәнібек, иә? Тіпті жігіттер шошытып жібердіңіздер ғой тіпті. Жәнібекпен танысып көргіңіз келеді, иә? Жәнібек, нағайсыз? Басылым, негізі мен Тимур деп ойлап тұрғам, негізі шыны керек. Бір шай үстінде сөйлесіп көрейік, жақсы. Бір несін.
нетпей қояйын, Баласхан бір енді сонша батылдықпен айтты, сонда да бір шай ішсе, бір сөйлесіп көрейік енді, бірақ енді жауап Бұл ертең қандай? айтармыз. Бұл қандай жауап болды сізден? Не я емес, не жоқ емес қой, былайша айтқанда. Аслында сіздің жоқ деп айтуыңыз мүмкін бе? Білмеймін енді. Сіз ойланып алыңыз, дұрыстап бізде дәл қазір